Süt satушы егітке барған еманда. Олайда қарадым де, видеоны де. Тігі елі бір сюжетні бағышлаған емес, ол сүт жетіштірген адамдарға. Әлі базардағын түгіл, әлік жилек білен шағыштырған. Шынасы мен айттым анарға. Міне бізді көбісі бейтарап шондай видеоларға неге керек ол менге, неге керек де. Ол қатта тек кіреді. Тик-ток пі нәрсәмі қызықсынып, әлі нәрсәні қарай. Қараса қарасын, әміне тұрмыш хақында бет керек ол. Кім, мәселен, кішінің қайғысын ортақлаша, қайғы енді қатта мені ауырлық ішті, ансыда қайғы дерге бола, бек ауыр ол мені, әлі мені әбейлер бет сатушылар алар, мен алай сөйлеш беткенім, тіге жилек сатушылар, шол сүт сатушым айтам, аларны сіз шеттен қарайсыз да сүт сатушыны, мені ақша жиып қына тұрады деп ойлайсыздар бәлки, бірісі ауылдан келген, шол қияр алдым алардан, матрушка деп атылар бізді. Шуны алдым да, шуны сөйлесіп кеткенім олда, жоқ, білем де, ол де бітленіп деп пішен де, ана қатта қаяндыр алып келелер алар де, мұнда өсмегеш де, міне көрдіңіз ме айтам, көбісі халық аңламы, яны алар тігі ақшаны жиып отырғандығына көрелер. Әгерде шулай ойласағыз жеңіл деп, барығыз да ме айтам, ішләгіз біздің әлі. Әти марқұм пенсияға шығу алдынан, 10 ел алдан шабан болып ішқа кірген, соңыдан ауылдашлар Татарстаннан келген, біздің неге айтқан екен. Рашид апай, біз ойлаған ек, сіз жеңілгіне ақша ясысыз, кәжа күтіп, ол ауыр екен деп айткандар. Шун кібік, өзіңе қағылмаса, сен аны аңламайсың, шеттен тек жеңіл тыйла. Шул ауыр іш турына мәселен сөйлеп кеттік та, енді башына қайттық елі темінің. Нәрсе деп сөйлеп кеттік. Қайсылары қызықсынмай бигеректі. Кімдер ауыр іш білен шығыланы, анарға нешіктір міне кеңеш берсе де яры ярдәм етек бір бізге деп бірді ойламайлар алар. Бүгін анарға жеңіл. Ол бірді бір мезгілді қайғырмай, ортақлашмай, тіге бұтен іші ауыр болғанға, қайғыры бергенге ортақлашмай, соңыдан өзі бір мезгіл шылай қала, ауыр шақта, ауыр шартларда, қайсы уақытта ашу келе, ник міне ұшышы халық біздің азған, бірсі де менге ердем дейтмей, қатта ішмасам, не ортақлашсаймыш деп неге. Әлік өзі ненде халда болғанны. Міне қатта дегі ақыл yok бет аларда. Жәнліклер хақында бар, қырғи табиғатта. Анда нәрсе, антилопы, гномы, шуларны көрсеткәлінер. Тағы қайсы нәселеріні көрсеткәлінер, жәнліклеріні. Алар келіп, я арыслан, я нәрсе бәйленсе, алар шул бүтін қабилә енді күту білен бірге тұтыналар, өзінің тігі нешік айтады. Янында яңағына жүрген шул жәнлік, шуларға ердем етерге тырышалар, тігі я нәрсені арысланны, я кімні қуып жіберге тырышалар. Көрдіңіз ме, аларының қатта аңлары да жоқ. Алар сезелер. Қазір мен ердем етсем, ертеге ол мені құтқарып қалашақ деп. Адам баласы мейлері де бар башында.
мие ял ите. Ауыр шақта ишмасам кішіге, ауыр екен, яри, түз инде. Сен бет шондай қию кіші, сен бет бізде шондай ақыллы кіші, бір юнәлішін табырсың. Біз сеңе шанамыз деп. Тігі орыста бар бет. Вежливость это то, что обходится нам дешево, ценится дорого де. Шон шекілі, мұнда мәселен кішіге кеңеш бермесең да, біраз тігі кішіге көңілі болсын деп бірнеше жүмле сөз айтсаң, ол нетіп кете, құдіратленіп кете. Әлі мен медицина алып барған ем газетте. Шонда бір газетте эшләгәндә бір мезгіл башта бір серия материаллар шығарадыр ем. Мені гіл мақтайлары, соңыдан енді мені мэрияға неге тігі совещание нәрсе шуларға шақыра башлағаш, баш мұхарир ашу келе башлады. Андай хәл болды. Шонда мені шықи башлады. Білесіз, мені шул тігі атна сайын барадыр емді, мазақлап язадыр ем ол. Алар енді мені өзіне қалса яқшылық ішлес келділер енді жетекшілер шәһәрнен. Міне біздің іш отырышына бола көре, ішті проблемаларыны, жетмеген жерлеріні көре, ішті тантанаға да шақырық көрсін біздің ненде оңышларға еріштік, шоңына көз атсын деп, бәлкі шондай сәбәп мақсат білін шақыралар. Бұл біздің баш мұхарир ештіп алға шана шу келіп, қатта мені бәйрәңбә шул тантанаға шақырмадылар, аны шақырып яталар деп, шул мені шықидыр, бір поликлиникада, шифаханада меңа баш табиб айта. Сен аныға иқтибар етме, бұршылма. Шүнкі біз бит біліп тұрабыз. Сенің мені тырышқаныңны нешік енді айтсам, енді мақтанған бола, шына көре давам етмем енді. Кімгәдір ұшамас, мені бұл мақтана екен деп. Ол мені шул хисланып кеттім, нешіктір, құдыратланып кеттім. Нәрсе деп әйтелер, орысша айтмышлы, воодушевился. Мен айтам, яри, қатта тігі танқитлесе, мен аны тігі искат шырам, әлі нәрсе көзетуімі, нәрсе деп обзор деп әйтелер. Шул қатлар келе бит, шуны айтып сала, мені неше қат келді, шул темаға yazған. Темаға біздің коллеганы хақында сөйлегенлер шулай деп, анда нешіктір шатланып кетесің. Шуна көре айтасың келе. Бірнеше сөз ол нешіктір таяныш бері. Нешігінде шағырт сұрсаң, мәселен, кетіп барасың, алда ітлер, әсеңе бір таяқ берелер ішмәсін мә деп. Ол ітлеріні қуырға. Шуны шекілі мұнда да сен танқитләсә дәл, сен таяныш, ітлер сенен қорқалар ма? Әлі екінші түрлі тайғақта йығылмасын деп таяқ берелер ме? Екіншісі бәлки дұрысырақтыр енді. Міне тамамлап нәрсе неде фикірін айтым дегенім. Шул міне мәселен келдім мен, сүт сатушыға айттым. Сіз мейдем рахмет қарағаныңыз мейдем, көбірек қарап, қойсы уақытта сіздің неде қайғыларыңыз бар, нәрсе бұршы, шуны сөйлесәгіз, мен аны мейдем видео етіп қойсам, аны қатта жетекшілер қарайда біле, бір файдалы ішішілер ішмасам халық үшін. Бұлай тігі еламаған балаға емей тұттырмайлар дей. Шун шекілі, әгерде гілсе шул тігі тик-ток нәрсе, қызық-мызықны қарап тұрсаңыз, тұрмыштағы проблемаларға көз салмышы, алар турында сөйлеміші, яшасаңыз бір күні аптырап тұрмағыз, әнек міне тұрмышыбыз шулай яқшыға өзгермей деп. Өзіңізден тұра жамағат. Жетекшілерді бит ол бір мезгілдегі өзгерте алмайсыздың проблемағызны шеше алмай, алдан аларға айтсаңыз, уақыт бітіп бара, сау болыңыз.